Ғылыми журнал бойынша қызмет көрсету туралы келісім шарт. Смарт ену жүйесінде қызмет көрсету туралы келісім шартты қалыптастыру үшін жүйеге кіріп, сол жақ панелде көрсетілген құжаттар. Келісім шарттар. Оның ішінде жаңа құжат бөліміне кіруі қажет. Тізімде көрсетілген қызмет көрсету туралы келісім шарт, ғылыми журнал бойынша мәнін таңдаңыз. Келісім шартты құрғыңыз келетін тілді көрсету үшін жоғарыда көрсетілген қазақша немесе орысша параметрін таңдаңыз. Келісім шартты құру үшін құжаттың үлгісін басыңыз. Келісім шарттың нөмірімен жасалған күні автоматты түрде қойылады. Университет тарапынан қол қоюшы тұлға да автоматты түрде тағайындалған. Бұл келісім шарт көп жағдайда жеке тұлғамен жасалатындықтан жеке тұлғаны таңдаңыз. Төмендегі өрістен 3 нүктені басыңыз. Егер тұлға жүйеге тіркелген болса, фильтрға тұлғаның тегі мен атын немесе жеке сәйкестендіру нөмерін, ЖС-ен жазып іздей аласыз. Тіркелмеген жағдайда жеке тұлға жүйеге QR кодты EGOV мобайл қосымшасы арқылы сканерлеп тіркелуі тиіс. Фильтр арқылы іздеу жасалғаннан кейін тұлғаның алдында көрсетілген таңдау батырмасын басып, кейін лентада белсенді болған таңдау батырмасын басыңыз. Жұмыс орны, оқу орны, лауазымын жазыңыз. Журналдағы рөлін таңдаңыз. Журнал атауын таңдаңыз. Шарттың жалпы сомасы мен бір нөмір үшін соманы көрсетіңіз. Шарттың басталу, аяқталу күнін таңдаңыз. Тақырыбы өрісіне енгізген мәтін, келісім шарттағы техникалық сипаттамада орналасатын болады. Орындалу мерзімін көрсетіңіз. Жұмыс түрлері, яғни техникалық сипаттама, журналдағы рөл таңдалғаннан кейін автоматты түрде толтырылады. Әр жұмыстың мерзімін, немесе 90-ды және күтілетін нәтижелерін енгізіңіз. Құжаттың төменгі жағында жеке куәлік, банк шоты, түйіндеме, диплом сияқты файлдарды жүктеу батырмалары да бар. Бұл құжаттарды жүктеу міндетті емес, бірақ қажет жағдайда пайдалануға болады. Таңдау батырмасын басып, құрылғыдан файлды таңдап, сақтау батырмасын басыңыз. Қате енгізілген жағдайда өшіру батырмасын басып, қайта жүктеңіз. Барлық ақпарат енгізілген соң сақтау батырмасын басыңыз. Деректер сақталғаннан кейін жіберу батырмасын басып, келісімге жіберіңіз. Ашылған келісуге жіберу терезесіне тұлғаларды енгізіп шығыңыз. Реттілік бойынша бірінші, орындаушы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды. Кейіннен ғылыми журналдың бас редакторы, заң бөлімінің басшысы, бас маман, басқарма бастығы, ғылым департаментінің директоры тек келісіп шығады. Соңғы кезекте басқарма мүшесі, проректор электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюы тиіс. Барлық тұлғалар енгізілген соң жіберу батырмасын басыңыз. Келісім шарт статусы автоматты түрде келісуде болып өзгереді. Қалыптасқан келісім шартты көру үшін көру қосалқы бетіне өтіп көре аласыз. Қолданушы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қою үшін жүйеге кіріп, оң жақ жоғарғы бөлікте көрсетілген хабарламалар батырмасын басып, сілтеме арқылы өтуі қажет. Құжатқа өту бетінен келісім шартты көре алады. Қол қою бетіне өтіп, EGOV мобайл қосымшасы арқылы QR-ды сканерлеп немесе электронды цифрлық қолтаңбасын пайдаланып қол қоюы қажет. Немесе келісім шартты құрушы тұлға өзге қол қоюшы тұлғаларға келісім парағын ашқан сәтте көрсетіліп тұрған сілтемені көшіріп мессенджер арқылы жібере алады. Пайдаланушылар сілтеме арқылы өтіп қол қоюлары тиіс. Келісім шарт статусы келісілді болған соң, орындаушы орындалған жұмыстар актісін құра алады. Ал жалпы қалыптасқан барлық келісім шарттарды, құжаттар. Келісім шарттар. Оның ішінде келісім шарттар реестрі бөліміне кіру арқылы көре аласыз.